Мен анама жақсы көремін деп жиірек айтуға тырысамын. Өйткені анам менің кішкентай кезімнен бастап мәпелеп өсірді, тәрбиесін берді. Сол үшін мен анама жақсы көремін деп жиірек айтуға тырысамын. Молынша және күніге айтуға тырысамын. Анам менің өмірімде өте үлкен рөл атқарады. Ол маған тәрбие берді, өсірді, қақты, бақты, ешкімнің аузын артып тұрған жоқ. Осы уақытқа дейін менің не айтам, аузынан шыққан сөзімді орындап келген өте керемет жан. Дәл қазір анама не айтқым келеді? Дәл қазір анама осы өмірге алып келген үшін алғыс айтқым келеді. Анам сенімен қашан соңғы сөйлесті. Менің анам күнделікті менімен ашық сөйлеседі және менің сабағым туралы барлығын сұрайды. Анам сенің дос таңдауға араласа ма? Иә, әрине. Себебі менің өмірім анама өте маңызды, сол себептен. Анамның ең үлкен қорқынышы қандай да көресің. Анамның ең үлкен қорқынышы ол біздің бауырлардың біреуін дүниеден өтуі, немесе жаман жолға түсіп, өзін жоғалтып алуы. Сен үшін анамның ең үлкен арманы қандай? Анамның мен үшін ең үлкен арманы ол менің өмірде өз жолымды тауып, бақытты адам болып өсуім. Ол менің денім сау, жүрегім мейірімге толы, білімді әрі адал азамат болып өсуімді қалайды. Анам сенімен сырласады ма? Иә, анам менімен күнде сырласады. Өзінің ақылдары мен ойларын айтып менімен бөліседі. Мен де анама ашық, өзімнің ойларын жеткізе аламын. Анам сенің таңдауыңды әрқашан қолдай ма? Иә, менің таңдауымда көбінесе қолдайды. Себебі қате шешім қабылдасам, маған дұрыс жол көрсетіп, өзінің бағыт-бағдарын береді. Анам сіз бір күн қызық сөйлеседі. Өйткені мен анамның сөзінде Анамның ең бағалы қасиеті қандай? Анамның ең бағалы қасиеті ол түсіністік. Мен қателескенде түсініп, қателігімді түсіндіруге көмектеседі.